8-дің x'тен басаймыз. Su2 h2 қосқан екен. Сөйтіп Su3 плюс h2 пайда болған екен. Сөйтіп Su2-ның қалғаны дейді. Su2-ның қалғаны 4 мол литр екен. Енді айтып жатыр, тездігіміз болса 0,05 мол литріміз 1 секундта сарқыланады екен. Сөйтіп айтып жатыр, біздерге 2 минут уақыт кетті дейді. 2 минутымыз бұл 120 секунд болады. 120 секундта қанша кеткен десем, онда бұдан 6 мол литр болады екен. Сонда қалғанымыз 4 мол литр, сарқыланғанымыз 6 мол литр. Сонда баслаңғышымыз 4 плюс 6 тең 10 болады екен. Онда D жауапты аламыз. Енді 9-ның біріне қарайық. Мындан өшіріп тұрамыз, 8-дің x'ін жазып аласыз. 9-ның бірі. A-дан B плюс S пайда болған екен. Енді айтып жатыр, А заттың баслаңғышы 2 мәрте кемею керек дейді. Соған қаншадыр уақыт сарқыланады. Енді мен А затқа қалеген мол алайын. Мысалы 50 мол аламын. 50 молға 2 мәрте кемейді. Яғни 2 мәрте кемейді. Бұлдан 25 мол қалды болады енді бұл. Сонда баслаңғыштан қалғанын аптасысам, сарқыланғаны кеп шығады. 50-ден 25 аптасысам, тең 25 мол сарқыланған болады енді бұл. 25 мол сарқытып қоямын. Одан кейін екінші жағда 50 молымыз неше мәрте кемею керек екен? 4 мәрте кемею керек екен. Сонда бұдан 12-де 5 мол қалады бұл. Сонда 50-ден 12-де 5 аптасысам, сарқыланғаны кеп шығады 37-де 5 мол. Енді 25 мол сарқылану үшін қандай да бір x секунд уақыт кетті. Яғни бұл секундта. Сөйтіп 37-де 5 мол сарқылану үшін сол x-тан 5 секунд көптеу уақыт кетті дейді. Сонда x-іміз тең 10 болады екен. Енді x-іміз сонда 10 секунд болса, онда 25 молге 10 секунд кетеді екен. Енді ең кейінгі жағдайда А заттың концентрациясы 5 мәрте кемею керек дейді. 50 молымыз 5 мәрте кемейсе, тең 10 мол қалады. Сонда 50-ден 10-ды аптасысам, тең 40 мол сарқыланған болады. 40 мол сарқыланған. Енді біздерде 25 мол сарқылану үшін 10 секунд уақыт кететін еді. 40 мол үшін қанша десем, 16 секунд уақыт кетеді екен. Сонда балабы жауапты аламыз. Кейінге өтейік. Так, кейінгі есап x2 плюс y2 тең x y2 деген. Осы реакция теңдемесі бойынша x2 газының сарқылану тездігі 2,5 көбейтілген 10-4 болса, 1 сағатта қанша мол x y2 пайда болады дейді. Так, енді реакцияны теңе болайын, мынаның алдына 2, мынаның алдына 2 қоямын. 2,5 көбейтілген 10-4 дейді. Яқ, x2-ның сарқылану тездігі деген екен. Онда x2-ның басына қоямын. 2,5 көбейтілген 10-4. Асты 1, 2-де қанша десем, одан 5 көбейтілген 10-4 болады. X-тен 5 көбейтілген 10-4. Енді 5 көбейтілген 10-4 1 секундта пайда болады. Біздерге 1 сағат деп тұрды. 1 сағатымызда қанша секунд бар десем, 1 сағат тең 3600 секунд. Онда 3600 үшірге қоямын. X-тен қанша десем, 18.000 көбейтілген 10-4 болады. Енді оны 10.000-ға бөліп жіберсем, 1,8-дің өзі қалады. 1,8 болады екен. Онда 1,8 мол болады екен. Дәл жауапты аламыз. Кейінге сап өтейік. Так, 14. L-дан D пайда болады екен. L моддадан 0,6 мол литр алынды дейді. L-дің баслаңғышы 0,6. Сөйтіп, реакцияның орташа тездігі 1,5 маляр минут дейді. 1,5 малярымыз 1 минутта сарқыланады. Неше секундтан кейін дейді, L затымыз концентрациясы L затымыздың концентрациясы 3 мәрте кемейді дейді. Сонда баслаңғышымыз 3 мәрте кемеу керек екен. Бұны 3-ге бөліп жіберсең, тең 0,2 қалады бұл. 0,2 қалды. Бағана А затымыз 10 мәрте кемейді, 5 мәрте кемейді деді ғой. Соған ұқсат. Онда 0,6 мол баслаңғышымыз 0,2 қалған болса, 0,4 сарқыланған болады. Сонда 0,4 мол сарқыланған болса, 0,4 маляр сарқыланған болса, қанша минутта сарқыланады ол десем, біздерге секунд керек екен, яқшы 1 минутты 60 секунд деп жіберемін. 60 секунд деп жіберейін. 60 секунд деп қойман. Сода қанша десем? 24-ті 1,5-ға бөлсем.
24'te 1,5'e bölsem 16 sekund болады екен. Onda cevabımız 16 sekund. Balabı жоқты алады екенбіз. 15'ке қарай. 6'dan 4 gram metan 40 sekundda толық жанады дейді. 6'dan 4 gram metan 40 sekundda толық жанады. CH4'ümüz жағайық. 2 кислород, 2 SO2 плюс 2 су. Кейін айтып отыр, судың қосылып өріш тезлігін сақланып. 6'dan 4 gram metan 6'dan 4 gram metan асты 16, 2 молде қанша десем, x тең 0,4, 0,8. 0,8 мол болады екен. 0,8 моліміз 40 секундта толық жанады екен. 40-қа бөліп берсем 0,2 болады екен. Онда балабы жоқты аламыз. Енді 16-ға қарайық. 2xy куб, y-тің 3-і, x2 плюс 3y2. Реакция бойынша y2 газының концентрациясы 3 минуттан кейін 0,06-дан 0,15-ге артты дейді. Яғни 0,15-тен 0,06-ға артқан болса деп ойлайық. Сонда 0,09 бұның үстіне қосылған. Бұл қосылған. Себебі бұл пайда болған зат. Сонда 0,09 қосылған болса, асты 3, нені сұрап жатыр? Реакцияның орташа тездігін есептеу дейді. 0,09 онда неше минутта қосылған? 3 минутта қосылған болса, 3 минутта қосылған болса, тең 0,03 болады екен онда. Сіз жауап аламыз. Кейінгі сапа өтейік. 19. N2 плюс 3 водород NH3. 10 минуттан кейін 0,04 мол азот газы қалды дейді. Аммиактың пайда болу тездігі 2 көбейтілген 10-3 мол минут болса дейді. Азоттың дәстепкі мұғдарын анықтау. 2 көбейтілген 10-3-і 2, бірде қанша десем, бұның тездігі шығады. X тең 1 көбейтілген 10-3-і. Яғни 1 көбейтілген 10-3 мол бұл сарпанады 1 минутта. Себебі өзі минутта беріп қойып өтмін. Сонда біздерде неше минут кеткен? 10 минут кеткен. 10 минутта қанша сарпанған десем, тең 10-2 болады, яғни 0,01 мол болады. 0,01 мол болады. Енді айтып жатыр, қалған азотымыз 0,04 болса, сарпыланған азотымыз 0,01. Сонда баслаңғышымыз 0,04 плюс 0,01 тең 0,05 мол болады екен. Оны жауап А деп аламыз. Сигмаға қарайық. Хазімі 4 литр болған болса, 8 молде абызотлар жайластырылды. Реакцияның орташа тездігі 2 моляр минут болса, қанша уақыттан кейін реагент ва мақсутлар концентрациясы теңеседі дейді. А плюс Б тең С. 8 молден деп жатыр, бірақ біздерде литр бар екен, 4 литр. Былай деп алайық. Мол литрда жайғастыруым керек мен кетекшенің ішіне деп алайын. Басланғыш, сарпыланған, қалған. Сонда 8 молден болса, мен енді бұның смолярын табатын болсам, 8 бөлінген литріміз 4 литр, сонда бұл 2 моляр болады екен. Онда 2 деп қойман. Сөйтіп, 2 молярымыз, яғни тездікті айтып атпан, 2 молярымыз 60 секундта сарпыланады екен. Біздерде қандайда бір 60x секунд бар деп алайын. Сонда 2x моляр болады. 62 секундта 2x моляр сарпыланады. Онда сол 2x бұл жерге қойсам, наманға 2x қойсам, мынадан 2x сарпыланады, мынадан 2x пайда болады. Онда 2x деймін наманға да 2x деймін. Енді бұның қалғаны, баслаңғышы 2 еді, сарпыланғаны 2x. Онда 2 минус 2x болады. Мынауын сөзі 2 минус 2x. Енді айтып жатыр, реагент ва мақсутлар концентрациялар теңеседі дейді. Реагенттеріміз А менен Б біздерде 2 минус 2x плюс 2 минус 2x тең 2x-тің өзіне тең болу керек. Онда 4 минус 4x тең 2x. 4 тең де қойын, 4 тең 6x болады. X тең сонда 2 бөлінген 3, 0,33x болады. 0,33-тің өзі болады, үзір. X тең 0,33 болады. Енді не өйді батыр? Қанша уақыттан кейін дейді. Так, онда біздерге секундта сұрап жатыр беді. Біздер 60x деп қойыппыз. 60x секунд деп қойыппыз. 60-ты онда көбейтемен 0,33-ге тең десем 20 секунд болады екен. Онда жауабымыз 20 болады екен.
A javobni olamiz. Endi men o'chirib turaman, сөйтіп 21 yozaman. Sigma 1. Hajmi 2 litr bo'lgan idishda 4,5 mol A, 3 mol B gazlar aralashtirildi deydi. 20 sekunddan so'ng 2 mol C gazi olgan bo'lsak, reaksiya tezligi mol litr sekund ham reaksiyadan so'ng ortib qolgan A, B gazlarining konsentratsiyasini aniqlang deydi. A plus B degan teng C degan reaksiya yurgan ekan. Hajmi 2 litr bo'lgan idish. Qanday deb ola bering? Tak, boshlang'ich, sarflangan, qolgan. Tak, 4,5 mol A gazimizni 2 litrga bo'lsam, teng 2,25 molar bo'ladi. Unda 2,25 molar qo'yaman bunga. Undan keyin 3 mol B gazimiz bor, 2 litrga bo'lsam 1,5 bo'ladi u. Unda 1,5 najriga qo'yaman. Сөйтіп айтып жатырып, судан дейді 2 мол С газ пайда болды дейді. 2 мол С газын литріне бөліп жіберсем, 2 литрға тең 1 мол, 1 моляр болады. Енді 1 моляр пайда болған екен. Оны С-ның пайда болғанына қойдым. Енді 20 секундтан кейін пайда болған екен. Так, реакция тезлігін анықтадым. Так, мына 1-ді қойсам, асты 1, üzerinden 1, yani hammesinden 1 sarflanады. 1-1'den sarflanады. Айтып жатыр енді A һәм B газдардың концентрацияларын молде табың дейді. Так, онда артып қалған деп жатыр. 2,25-тен 1 дап тастасам 1,25 қалады. 1,5-нан 1 дап тастасам 0,5 қалады. Онда 1,25 0,5. Реакция тезлігін табың деп қойған екен, және. Онда 1 мол сарфланды, 1 мол литр сарфланды. Ол неше секундта сарфланған? 20 секундта сарфланған. Біздерге 1 секундтағы керек. Яғни орташа 1 секундта өлшенеді. Онда 1-ді 20-ға бөліп жіберсем 0,05 болады екен. Сонда 0,05, 1,25, 0,5. Сонда A жауапты алады екен. Кейінгі есапқа өтейік. 25. 2L 3D дейді. 2L 3D 4 мол литрға артқанда, D заттың концентрациясы 4 мол литрға артқанда, реакция тезлігі 27 мәрте артқан дейді. Онда D заттың концентрациясын анықтаңыз. Өзі концентрация неше есеге артса, реакция тезлігі де сонша есеге артады. Енді ол коэффициентлерге байланысты. Сонда мен бұның баслангыш молын x деп алайын. Сөйтіп оған 4 мол қосқанбыз, x-қа бөліп жіберсек, баслангыш x-іне бөліп жіберсек, бұның неше есе артқан кеп шығады қазір. Сөйтіп ұсыны 3 еселесем, 27-ге артқан екен. Енді былай деп алайын. X плюс 4 бөлінген x, мұна 3-іміз, мұнаяққа 3-ші дәрежелі корен болып өтеді. Онда 27. X плюс 4 бөлінген x-тен 3 болады. 3 болады. Онда 3x-тен x плюс 4. 2x-тен 4, x-тен 2 болады екен. Сонда баслангышымыз біздерде 2 болады екен. 26-ға қарайын. A плюс 2b тең AB 2. A һәм B затларының баслангыш концентрациялары 0,2-0,4 дейді. 0,2-0,4 баслангыш сарфланған қалған дейік. 0,2-0,4. Олардың концентрациялары қаншаға өзгертілсе, реакция тезлігі 16 мәрте артады. Ұзат керек емес екеніміздерге. Реакция тезлігі 16 мәрте артады. Так, 1-деге өзгеру керек екен. Нағанам x, нағанам x өзгертуіміз керек екен. Онда x-ті бөлейін 0,2-ге. Сөйтіп, оны көбейтемен x бөлінген адасып кеттім. Так. Кейін квадратқа көтеріп жіберемін бұл. X 0,4-тің квадраты тең еше мәрте арту керек екен, 16-ға арту керек екен. Квадрат көп қақтан кейін білесіз қой, квадрат бұл алдындағы коэффициент. Мұнаң алдында 1 бар, соң үшін болған қойым шарт емес, есет қойым шарт емес. Мынада да сөз өтеді, неққада бір қарап жіберейік. 3D-ның алдында, яғни D-ның алдында 3 бар, соң үшін 3-ге көтердім. Яқшы, онда енді так, мынаны деп бөліп жіберейін, мынандай. X бөлінген 0,2 көбейтілген x-тің квадраты болады. 0,4-тің квадраты 0,16 болатын шығар. Тең 16. Енді 0,2 мен 0,6-ны көбейтіп 16-ға көбейтемін.
көбейтілген 16. 0,512 x-тің кубы, яғни x-тің квадрат көбейді, x-тің кубы болады. Тең 0,512 болады. Сонда кімнің үшінші дәрежесі 0,512 болады десек, 0,8 болады екен бұл. Өзі 8-дің квадраты 64, 64-ті және 8-ге өйтіп 512 болады. Онда алдына 1 0 салып жібереміз, 0,8 болады екен. Кейінгі есеп өтейік. 32. Төмендегі графикте X заттың концентрациясы мол литрі һәм уақыт бірлігі ішіндегі баулықтық ifadalangan дейді. Бұған көре 20 секундтағы Z заттың хасыл бөліш тездігін анықтайын дейді. X плюс 2y 3z 20 секунд керек екен біздерге. Онда 20 секунд міне тұрыпты. Сөйтіп деп әкесем, яғни мына точкаға бір кеткен, намандағы точка. Онда 0,4 мол литр сарпланады екен. Бұл X-тің сарплану. X-тан 0,4 мол литр сарпланған 20 секундта. Онда 1, 3-те қанша десем, біздерге Z керек. 1-де 2 болады бұл. 1-де 2-міз. Енді соны неше секундта пайда болған? 20 секундта пайда болған. Онда қанша десем? Қойып тұрмын. Сәл асықтым. Графикке жақсылап қарасақ, біздерге айтып жатыр, X заттың концентрациясы уақыт бірлігі ішінде түскен екен. Яғни 1 болған баслангыш концентрациясы, бұл баслангышы. Сөйтіп 0,4 қалғаны бұл. Қалған екен. Неше секундтан кейін? 20 секундтан кейін 0,4 қалған. Онда баслангышымыз 1 еді, қалғанымыз 0,4. Сонда баслангыштан қалғанды аптасысам, 1-ден 0,4 аптасысам, сарпланған кеп шығады. Онда 0,6 сарпланған екен. Сол 0,6 сарпланған x плюс 2y 3z деген реакцияда. 0,6 асты 1, 3-те қанша десем, x-тен 1-де 8. Онда 1-де 8-ді бөлемен 20 секундта пайда болды бұл. Біздерге секундта тауын деп отқан үшін 20-ны өзіме қойып кетемін. Тең 0,09 болады. Онда да жауапты аламыз. Графикте 90% сондай тездікке байланысты графиклерде меніңше сарпланған деген зат болмайды. Себебі баслангышпен қалған болады. Кейінгі есеп өтейік. Бұл сондай есеп x плюс 2y тең 3z деген реакция бар екен. 60 секундтағы Z заттың пайда болу тездігі дейді. Қарайық, баслангышы 2 мол екен. Сөйтіп 60 секунд өткен екен. 60 секундта міне тұтты 0,8 мол қалған. Онда баслангышымыз 2, қалғанымыз 0,8. Онда 1-де 2 сарпланған болады. 1-де 2-ні x-тің басына қойсам асты 1, 3-те қанша десем, x-тен 3-те 6 болады екен. Онда 3-те 6-ны бөлемен 60 секундқа. Себебі секундта сұрап жатыр. 3-те 6 бұл z-тің пайда болғаны, соң 60 секундқа бөлсем тең 6, 0,06 бола ма, 0,6 бола ма? 0,06 болады екен. Оны жазсам болады, 6 көбейтілген 10-ның минус 2-сі деп. Онда С жауапты аламыз. Кейінгі есепқа өтейік. Жадвал толтырың дейді. 2x квадрат плюс 3y 2x2 3y 2x2 y 3 деген реакция екен. Енді айтып жатыр, литріміз 1 литрға тең. Бұның баслангышы 2, y-тің баслангышы 2, константамыз 0,2, r-ді анықтаған дейді. R енді бұл тездік. Қазір не дейді? Ұсық кітапта r, v екеуі де бір зат. Онда v тең біздерде k көбейтілген a n көбейтілген b n деген формула бар еді. Содан тауығында v тең k көбейтілген k тең 0 көбейтілген a біздерде 2 біздерде, яғни x-іміз a-дың орнында тұрыпты қазір, оның коэффициенті 2, соның үшін басына 2 қойамын. Көбейтілген b біздерде y деген затымыз, оның концентрациясы 2 екен, сөйтіп коэффициенті 3 екен. Онда 2-нің кубы. Онда 0,2 көбейтілген 4 көбейтілген 8 тең десем, 0,8 6-да 4 болады екен. Онда 6-да 4-ні мына жазып қоямын. Мына формула арқалы кейінгі кестені толтырып қоясыз. Кейінгі есепке өтейік. 3-ке қарай. H2S
plus 3 kislorod. Осы реакцияда водород сульфидтің концентрациясы 4 мәрте артырылды дейді. Концентрациясы 4 мәрте артқан. Стрелканы жоғарғы қойған. Сөйтіп, кислородтың концентрациясы 2 мәрте кемейтірілген деп жатыр. Тур реакция тездігі неше мәрте артады дейді. Қарай, 4 мәрте артқан болса, бағана жазып қой, неше есе артса, соның коэффициентіне көтереміз, дәрежесіне көтереміз деп. Онда коэффициенті біздерге 2, 4-тің квадраты болады, бұл артқан болады, яғни 16 есе артқан болады. Бірақ біздерде сол уақытта мынаның концентрациясы 2 есе түсірілген. Онда 2-нің кубына түседі бұл. Төмелейді реакциямыз. Сонда 8 есе төмелейді. Енді 16 есе артып 8 есе төмелесе нешеге артады ямаса кемейеді десем, бұлай дейміз. Бір-біріне бөлеміз. Яғни үлкен кішісіне бөлеміз. Мен стрелканы қате қойып жіберме. Үлкенін кішісіне бөлеміз. Сөйтіп, үлкеннің белгісін қоямыз. Яғни белгісі стрелкасы деген. 16-ны 8-ге бөлсем 2, үлкеннің белгісі жоғары қарап тұрып еді, яғни артқан. Онда 2 есе артқан болады жауап. Онда А жауапты аламыз. Өзі артады деп беріп қойған екен. 4-ке қараймыз. Бұлам ұсы есап H2S плюс кислород. 2 алдында 1 бар екен. Ұсы реакция дейді, водород сульфидтің концентрациясы 4 мәрте арттырылған дейді. 4 мәрте артқан водород сульфидіміз, одан кейін кислородымыз 2 мәрте кемейген. Енді қарай, 4 мәрте артқан болса, оның коэффициенті 2. Онда 4-тің квадраты тең 16 есе артқан болады. Мынау 2. Коэффициенті 1-ге тең. Онда сонша есе төмелейді, яғни 2 есе төмелейді. Бағана айтқандай, үлкеннің кішісіне бөлеміз, үйтіп үлкеннің белгісін қоямыз. Онда 8 есе артқан болады. 8 есе артқан болады екен. Дұрыс жауапты аламыз. Кейінгі сап қарайық. 7. А-ның концентрациясы 3 мәрте дейді. А-ның концентрациясы 3 мәрте алдына x қойайын. Білмеймен неше екенін алдында коэффициенті. Соның үшін x қойдым. Яғни жауапқа қарасаңыз, әммесінің алдында коэффициентлері белгісіз. Мынаның алдында 2 бар, мынаның алдында 3 бар. Мынаның алдында 3 бар, мынаның алдында 2 бар. Теңеп жіберейік. 2, 4, 4, 2 болады екен. Мен осы алдындағы коэффициентін x деп алдым. Көбейтілген. B-ның концентрациясы 2 мәрте арттырылды дейді. 2 y деп алайын. Тең 72 есе артқан болады екен сол кезде. Енді соған жауап береді ғой, біздерде жауапқа қараймыз. Так. А жауаптан бастап көрейін. X-тің орнына 2 қойман. 3-тің квадраты көбейтілген 2-нің кубы. 2-нің кубы, онда 72 шығу керек қазір біздерге. 3-тің квадраты 9, 2-нің кубы 8, тең 72-ні бере ма? Онда жауабымыз дұрыс екен. Онда А жауапты алады екенбіз. 8-ге қараймыз. Сондай жауаптан тексеріп көреміз. Так, А-ның концентрациясы 3 мәрте артқан, Б-ның концентрациясы 2 мәрте артқан. Сөйтіп, осы коэффициенттерін қойғаннан кейін 108 мәрте арту керек екен. Мынаны теңейік. Мынаның алдына 2, мынаның алдына 3 қоямын. 3, 2, 2, 4, 4, 2. А жауапқа қарап көрейін. 3-тің квадраты болу керек, көбейтілген 2-нің кубы болу керек. Тең десем, бұл 78 шығады. Бізге 108-ді беру керек. Онда А жауапты қате деймін. Б жауапқа қарай. 3-тің 3-і дейді. 3-тің 3-і көбейтілген, яғни алдында 3 тұрыпты ғой. Көбейтілген 2-нің квадраты тең 3-тің 3-і 27, 2-нің квадраты 4. 27-ні 4-ке көйтсем 108-ді береді. Онда мына екеуі тең болса, жауабымыз Б жауап болады екен. Онда Б жауапты аламыз. Кейінгі сап қарай. 15-тің 2-сі. Суо плюс хлор 2. Суо хлор 2, яғни фосфор екен. Иіс газы концентрациясы 0,4-тен 1,2-ге артты дейді. Қарам. 1,2 болып қалған, басланғыш 0,4. Сонда неше есе артқан десем, 3 есе артқан болады. 3 есе артқан деген үшін стрелканы төбеге қоямын. Хлордың концентрациясы 0,5-тен 2 мл-ға дейін артқан дейді. Яғни, ең кейін 2 болып қалған, оны 0,5-ге бөліп жіберсем, тең 4 есе артқан болады. Реакция тездігі ұлыма неше мәрте артады дейді. Енді қарай, мынаның алдында 1 бар, мынаның алдында 1 бар реакцияны теңесек. Онда 3-тің 1-і көбейтілген артты, яғни 3-тің 1-іне артты, көбейтілген 4-тің 1-іне артты. Екеуі де артқан стрелка болғаннан кейін бұларды бөлуім шарт емес. Яғни 2 бірдей стрелкалар көбейеді деп өзіңізге құласа дейді ғой. Сондай шығарып алсаңыз болады.
3 көбейтілген 4-тен 12 болады екен. Онда D жауапты аламыз. 16-ға қараймыз. A плюс 2B тең С. А заттың концентрациясы 0,2-ден 0,8 литрге, Б заттың концентрациясы 0,4-тен қаншаға арттырылғанда реакция тездігі 64 мәрте артады дейді. 0,2-ден 0,8-ге артқан болса, неше есе артқан болады? 4 есе артқан болады, себебі 0,8 0,2 бөлсек 4 есе артқан болады. Енді Б-ға қараймыз. 0,4-тен қаншағадыр өзгерген, X-қа өзгерген, сөйтіп 4-тің бірі менен бағана мынаған қарап, ең кейінгісін 1/2-ні 0,4-ке бөлдік. Яғни 1/2-ні ең кейін беріп қойбеді, ең ақырғы деп қойбеді, 0,4-ті бастаңғыш деп қойбеді. Тап сондай. Онда X-ті 0,4-ке бөлемен, сөйтіп бұны квадратқа көтерсем, яғни міне 2-сі бар, сол 2-ні намаға кеп қойман, тең десем 64 есе арту керек екен. Онда 4 көбейтілген демен X-тің квадраты бөлінген 0,4-тің квадраты 0,16 болады. Тең 64 болады екен. 64-ті 0,16-ға көбейтемен, ямаса 16-ны 16-ға көбейтсем, 16-ны 0,16-ға көбейтсем, X квадрат тең 2,56 болады екен. X тең 16 демен ба? 16-ның квадраты 226, онда 1,6 болады екен. Онда D жауапты аламыз. Яғни X-іміз бұл ақырғы концентрация деймін. Ақырғы конст деп қойғайын, ақырғы концентрация. Кейінге сап қарайық. 18-дің 4-і. XA плюс YB тең ZS дейді. X һәм Y-тің қиматын анықтаймыз. 1 литрлік хажымның ішінде 1 моль А һәм 1 моль Б реакция кірісте тездігіміз R-ға тең болады дейді. Яғни 1-дің X-і көбейтілген 1-дің Y-гі тең R-ға тең болады екен. Яғни 1 R-ға тең болады екен. Яғни мынандай дейжақ. Бағана сіздермен бір формула жаздық. B тең K көбейтілген AN B N деген формула жаздық қой. Тап сондай. Яғни 1-дің X-інші коэффициенті, яғни дәрежеге қоямыз оны, 1-дің Y-гі тең 1 R болады екен. Одан кейін айтып жатыр. Міне 1 моль А менен 2 моль Б реакция кірсе дейді. Яғни 1-дің бұл екінші жағдай, бұл бірінші жағдай. 1-дің X менен 2-ның Y-гі реакция кірсе тең тездігіміз 4 R-ға тең болады екен. Яғни 4 есе артады екен. 3-ке қарайық. 2 моль 2-ның X менен 1-дің Y-гі реакция кірсе тездігіміз 8 R болады екен. Енді қарайық. Бірінші реакциямыз бұл нормал жағдайдағы реакция деп алайық. Яғни 1 R-ге тең реакция. 2-ні соған салыстырайын. Біздерде 1-дің X-і өзгерген жоқ. Бірінші реакцияға қараймыз. 1-дің X-і тұрыпты, екінші реакцияда да 1-дің X-і тұрыпты. Яғни Y сат өзгермеген. Бірінші реакцияда 1-дің Y тұрыпты, екінші реакцияда 2-ның Y тұрыпты. Неше есе артқан концентрациямыз? 1-ден 2-ге артқан болса, 2 есе артқан болады. 2 есе артқан жағдайда, яғни 2-ның 2-ның Y-гі болған жағдайда тездігіміз неше есе артқан? 1-ден 4-ге артқан. Нешеге артқан онда? 4-ге артқан. Сонда Y-гіміз нешеге тең десем, Y-гіміз 2-ның квадраты 2-ге тең. Онда Y 2-ген тауып алдық. Енді мен 3-ке қарайын. 3-ті тазадан жазамын. 2x көбейтілген 1-дің нешінші дәрежесі? 2-ші дәрежесі тең 8 R-ге тең. Сонда 1-дің квадраты 1-ге тең, ол ешсатқа тәсір етпейді. Онда 2x тең 8-ге тең. Сонда x-іміз тең 3-ге тең болады екен. Онда x 3-міз y 2-ға тең болады екен. Онда D жауапты аламыз судан. 19-ның біріне қараймыз. 19-ның бір сәл үлкенлеу 18-дің 4-ін өшіремін. Паузаға қойып жазылсаңыз болады. N2 яқ метанолдың жану реакциясы екен. SH3OH плюс 2 кислород. Кейінгі реакциям шарт емес. Кислородтың хажмыға тең хажымда дейді. Яғни кислородтың көлемі қанша болса, соған тең көлемде дейді.
N2 plus O2 tarkibli aralashmamiz ishlatilgan deydi. Reaksiya tezligi qanday o'zgaradi? Endi qarang. Tak. Kislorodning boshlang'ichi 10 mol deb olaymi? 10 mol kislorodimiz bor. Сөйтіп бұл кислород шығарып жіберген екенбіз да, орнына мынандай араласпадан ібарат қойған екенбіз. 2 N2 плюс O2. Яғни мына 10 молымыздың алдын һәммесін кислород иелейтін еді. Енді қандай да бір бөлегін азот иелейді. Сол бөлегін тауып алайық, неше бөлек екен. N2 алдында 1 бар, мынаның алдында 1 бар. Онда 10 молды бөліп берсем екеуіне 1-1 болған үшін, яғни 1 плюс 1-іміз тең 2. Онда 2 бөлегіміз Hazır bizde 10 mol. Sonuç içinde bir bölek kislorodumuz var. Yani bir kısım deyimiz. Sonunda x'ten 5 mol болады. Endi qarang. 10 mol kislorodumuz bilan barib atgan reaksiyamiz 5 mol kislorod bilan baratan bo'lib qoldi. Sonda necha есе kemaydi? 10 moldan 5 molni olib taslasam, ya'ni bo'lib bersam 2 есе kemaydi. 2 есе kemaydi. Endi qarang. 2 есе kemaygan жағдайда bizlarning oldimizda Yani koeffitsientimiz 2 teң. Onda 2'nin kvadratı есе kemayadi. Teң 4 есе болады ekan onda. Алдында 3 бар ekan, uzr. Алдында 3 бар ekan. Sonda 2'nin kubi deb olamiz. 2'nin kubi teң 8'ge teң ekan. Onda 8 есе kemayadi deb olamiz. Balani javob olamiz. Keyingi hisob qo'ydik. Sigmaning x'da shunday hisob. Bir ko'rib ketdik. CH4 plus 2 kislorod. Endi aldında x var. Demek boshlang'ichi buni 10 mol deb olamiz. 10 mol boshlang'ichi bor. Demek bundan keyin aytib o'tir, kislorodning hajmiga teng hajmda x N2 plus O2 aralashmasi setildi deydi. Demek жаңағыдай bo'lib olaylik unda. X N2 plus 1 O2. Endi qarang. X plus 1 bunun ko'lam үлесі qanchaga teng? 1'ge, yamasa 100%'ga teng deb olayın. Bir үлес deb qo'yayın da. Bunun içinde kislorodning үлесі qancha desem, 1'de qancha desem, x teng 1 bo'lingan, 1'de 1'ga ko'ysam 1 bo'ladi. Bo'lingan x plus 1 bo'ladi. Sonday үлеске teng bo'ladi. Endi qarang. Bizlarda hozir mına 10 mol kislorodning içinde kislorodning үлесі nechega teng? 100% kislorod var emas şimdi. Yani polniy үлесimiz kislorodga tesla. Yani mına töbedagi reaksiyada deb bo'ladi. Sonda bir үлесimiz, yani bu birinchi reaksiyada toza kislorod bilan ketgan reaksiyada bir үлесimiz 1 bo'lingan x plus 1 ga aylanib qolgan deb o'ylaymiz. Mana qara misol. Bunda da 100% kislorodimiz bor edi. Bunda da 50% kislorodga aylanib qoldi. Qara, 2 molning yarımı kislorod, yani 50% kislorod. 100% kislorodimiz 50% kislorodga aylanib qolgan bo'lsa, значит 2 есе kemaygan bo'ladi. 2 есе kemaygan bo'lsa, mendan yerga kelib qolamiz. 2 ning kubi teng 8 есе azaygan bo'ladi. Tab usoq reaksiya teknani mol bilan ishlab berilmaydi. Bunda da endi үлес bilan ishlab ko'ramiz. Tak, bir үлесimiz 1 bo'lingan x plus 1 үлеске azaygan, ya'ni soncha есе azayib, buning oldinda kvadrati var. So kvadratga azaygan kezi 49 mərtə azaygan deyimiz. Sonda 1 bölüngen x azası ketmi? Tak. Yaxşı. 1 bölüngen x plus 1 teng ikinci dereceli koren astı 49. İkinci yazım şart emas edi negiz. Onda 49'dan koren astı 1 bölüngen x plus 1 teng 7 çıqadi. Endi mынандай 2 бөлшеклі болып қалса, мына текарғы бөлшек, яғни мына x plus 1'imiz, өз математика бұяғы, мынау менен мынаны қысқартсақ болады, яғни 1 тастап кетеміз, 1 адам тастап кетеміз дейік та, x plus 1'imізді жоғарыға шығаруға болады онда. X plus 1 тең онда 7-ні 1-ге көбейтсем, 7 болады, x тең 6 болады онда. Онда x-imiz тең 6-ға тең екен. Şimdi birge qaraymiz. X plus 1 3y teң 2z. Reaksiya bo'yicha 2 litrli idisqa 6 mol x, 4 mol y gazlar joylashtiriladi. Reaksiyaning tezlik konstantasi 0.02 bo'lsa, tezligi qancha bo'ladi deydi. Tak. 6 mol x'imiz 2 litrga bo'lsam 3 molar bo'ladi ekan.
4 mol y-імізді 2-ге бөлсем тең 2 маляр болады екен. Константамыз 0,02 болса, v тең онда 0,02 көбейтілген AN, BN деген формула бар еді ғой. Онда A-ның орнында x тұрыпты. X-тің маляры біздерде 3-ге тең. Онда 3-тің алдында 1 тұрыпты. Бірінші дәрежесі көбейтілген. Так, y-іміз 2 малярлы. Оның коэффициенті бар 3-ге тең. Онда 2-ның кубы. Тең десем 0,16 болатын шығар, я 3-ге көбейтемін оны 0,48 болады екен. Но деп ажыратып тұрыпты деп ойлаймын. Онда жауабымыз 0,48 болады екен. Сіз жауапты аламыз. Кейінгі сұраққа өтейік. 23-тің 4-ті. X плюс 2y тең 5z системада 1,2 мол литр секунд тездігіміз. X плюс 2y тең 5z. Тездігіміз 1,2. Егер тездік константасы 0,05 литр квадрат болса дейді, так X модданың 6 мол литр болса, Y заттың концентрациясын анықтаймыз. Біздерде X заттың концентрациясы бар екен 6 маляр. Так, тездігіміз бар екен. V ямаса R 1,2 көбейтілген 1,2 деп қоя берейін. Константамыз 0,05. Енді қарайық. V тең K көбейтілген X-тің N көбейтілген Y-тің M ямаса N парқы жоқ. Онда V тең біздерде 1,2-ге тең, K тең біздерде 0,05-ге тең, X-іміз 6-ға тең деп қойыппыз. 6-ның алдында 1 бар, бірінші дәрежесі онда көбейтілген Y-тің нешінші дәрежесі? Екінші дәрежесі екен. Онда ұсыныс қарайық. Мынаның хаммесін яққа бөлуге өткеремін. Онда 1,2 бөлінген 0,05 бөлінген 6 деймін. Тең 4 деген. 4 тең y квадрат. Онда y тең 2 болады. Біздерге мол литрда сұрап жатыр. Онда 2 болады екен. Так, наманда ескерту болсын, өзіңізге де мынау малярда шығады. Яғни мол литрда шығады, яқшы ма бұл жерде? Мол литрда шығады. 24-тің біріне қараймыз. 2x-тен 3y пайда болатқан екен. 5 мол литр секунд дейді тездігіміз. X-тің концентрациясы 0,5 литр екен. Тездік константасын анықтаймыз. Так, V тең, онда қазіргі формуламыз K көбейтілген X-тің N. N-ның орнында 2 тұрыпты біздерде. Тездігіміз бар 5 көбейтілген мол литр секунд. Тең K жоқ біздерде. K көбейтілген X-те біздерде 0,5 литр бар. 0,5-тің нешінші дәрежесі болады? Екінші дәрежесі болады. Онда 0,5-тің 2-сі. 0,25 болады. K тең онда 20 болады екен. K тең 20 болады екен. Онда да жауапты аламыз. 25-тің 4-не қараймыз. 2x, y сүйік деп тұрыпты, соң үшін сүйікті алмаймыз берген. Плюс z. T плюс T да қатты деп тұрыпты, бізге керек емес. 2L деп аламыз. Енді біздерге y сүйік деп тұрыпты, соң үшін мұна кестеге ұлыма қарамаймыз, яқшы ма? Пайдаланған қалды тездік константасын анықтайын дейді. Так, R-іміз біздерде V тең 0,8, X тең 0,2, Z тең 0,8 екен. Енді қарайық. Қазір формула сондай болады. V тең K көбейтілген X-тің екінші дәрежесі көбейтілген Z-тің бірінші дәрежесі. Себебі алдында 1 тұрыпты. Бізде кімді тауымыз керек екен? K-ны тауымыз керек екен. K-ны тауымыз керек болса, қазір теңдеме қыз бере қояйық. V тең 0,8, K-ның өзі тұра берсін, көбейтілген X-іміз 0,2 еді, яғни міне тұрыпты. 0,2-нің квадраты көбейтілген 0,8-дің бірінші дәрежесі. Так, 1 бөлінген 0,2 бөлінген 0,2 десем, K тең 25 болады екен. Онда да жауапты аламыз. Кейінгі сұраққа өтейік. 26-ның 4-ті. Ақамбас затлардың концентрациясы 8 мол литр, 6 мол литр болып, тездік константасы 0,5-ге тең дейді. А заттың 25% сарқланғанда тездік нешеге тең болады дейді. А плюс 2Б тең С. С деп алайын. Так, басланғыш, сарқланған, қалған. Басланғышымыз 8,6 кен. Сөйтіп айтып атыр, тездік константамыз К тең 0,5. Сөйтіп А заттың 25% сарқланды дейді.
A затым 8 мол литр еді. Оның 25% сарқланса, 25-те қанша деймін? X тең 4-ке бөлемей 2. Онда сарқлансақ 2 екен. Наманға 2 қойсам, мынаның алды 2, соң үшін 4 шығады наманнан. X тең 4. Так, мына жақтан қанша шығады десем, X тең 2 болады екен. Но 4 сарқланды, соң үшін 4-ті наманға қоямын. Мынаның пайда болғаны наманға түсіп кете береді. Так, одан кейін 8-ден 2-ні алып тастасақ, 6 қалады. 6-тан 4 алып тастасам 2 қалады. Енді біздерге айтып жатыр, кейінгі тезікті анықтаң дейді. Кейінгі тезік десе, қалған дегенге қараймыз. Онда V тең K 0,5 көбейтілген 6. A-ның алдында 1 бар, соң үшін 1-дің өзі. Көбейтілген 2 біздерде көбейтілген дәрежесін қою керек. Коэффициент 2-ге тең, соң үшін 2-ші дәрежесі. Тең десем 4, 24, 12 болады екен. Онда B жауапты аламыз. 27-ге қараймыз. 2x плюс y тең x 2 y. X һәм y-тің баслangыч концентрациялары 4 һәм 3-ге тең дейді. Баслangıчы 4, 3. X 2 y-тен 1 мол литр сарқланғанда реакция тезлігі неше мәрте кемейеді дейді. Сарқладық, сөйтіп қалған дейік. Так, реакциямыз тең. Мынадан 1 мол литр пайда болды дейді. Бұл 1 мол литр пайда болу үшін алардан қанша сарқланған білу керек. Асты 1, мынаған асты 1. Онда x тең десем 1. Мына 2-ден қанша десем? Так. X тең 1 болды. X тең 2 болады. Сарқланғаны 2, мынаған 1 екен. Онда баслangıч 4 сарқланғаны 2 болса, қалғаны 2 болады. 3-тен баслangıчы 3, сарқланғаны 1, қалғаны неше болады десем 2 болады. Онда қарайық. Біздерде K тең 1 деп алайық. Бермей қойыпты, соң үшін 1 деп алайық. Енді баслangыч тезікті алайық. V баслangыч тең, яғни мына B деп қойып па мұнамын, соң үшін V дедім. Көбейтілген 1 көбейтілген 4-тің біздерде коэффициент 2-ге тең еді, соң үшін квадраты. Көбейтілген 3-тің нешінші дәрежесі деймін? 1-ші дәрежесі деймін. 3-тің 1-ші дәрежесі. Осыған тең еді. Яғни нешеге тең? 16, 48-ге тең. Енді B қалған дейін. V K деп қойайын. Әзір. V қалған дейін. 2-нің квадраты көбейтілген 2-нің 1-ші дәрежесі. Тең десем 4, 8. 48-ді енді 8-ге бөліп жіберсем, неше есе кемеген болады? 6 есе кемеген болады екен. Сіз жауапты аламыз онда. 29-ға қарай. X квадрат плюс y квадрат тең x2 квадраты. Так, мынаның алдына 2 қоямын. Сөйтіп, мынаның алдына 2 қоямын. Екі xil тәжірибе өткізілді дейді. Онға görə реакция тезігі R1 мен R2-нің қатынасын анықталған. Так. Реагентлер түрліше алынған екен. Бірінші тәжірибеде x-іміз 0,1 болған, y-іміз 0,2 болған. V тең сонда K тең 1 деп алайық. Не жазып қоямын? K тең 1. Онда 1 көбейтілген 0,1-дің мынаның алдында 1 бар. Бірінші дәрежесі. Üzerine. 0,1-дің бірінші дәрежесі көбейтілген 0,2-нің екінші дәрежесі. Тең десем, бұл тезлігі 0,2 көбейтілген 0,2 көбейтілген 0,1. 0,004 болады. 0,004 болады. Так, онда бірінші реакциямызда 0,04 болған екен тезлігіміз. Екінші реакцияны қарайық. V тең K тең 1 дедік. Онда 1-ді қоямын. Көбейтілген 0,2-нің бірінші дәрежесі көбейтілген 0,1-дің нешінші дәрежесі? Екінші дәрежесі. Себебі алдында 2 тұпты. Тең десем 0,01, 0,002 болады. Енді айтып жатыр, R1-дің R2-ге қатынасы анықталған дейді. Яғни міне айтып қойды. R1-іміз біздерде 0,04 болып еді, мынау 0,02 болды. Онда екеуін бөліп жіберейін. Тең 2 болады екен. Сонда біздерге қатынас деп жатыр, 2 бөлінген 1 болады екен. Бөлінген 1. Сонда С жауапты аламыз. Так, 30-ші сұрақ.
xa plus yb teng zs. Ushbu reaksiya tenglamasi bo'yicha ikki xil tajriba o'tkazildi. Natijada quyidagi jadvalda x, y dan qiymatlarini aniqlangan. A ning moli 2 ekan, B ning moli 4. Tezligimiz r bo'lgan ekan shu vaqtda. Bag'anagi bir hisob ko'rdik, 18 ning 1 edi adashmasam, so'nga o'xshatmaydi. Al qaraymiz yaxshi. Birinchi reaksiyada A da 2 bo'lgan, shunday B da 4 bo'lgan. Tezligimiz r ga teng bo'lgan. Ya'ni 2 ning x'i, 4 ning y'ga tezligimiz r ga teng bo'lgan ekan. Ya'ni 1 r ga teng bo'lgan. Ikkinchi reaksiyada 4 bo'lgan, so'ning x-inch darajasi, shunday 2 ning y-inch darajasi teng 2 r bo'lgan ekan. Endi aytib x dan x y dan qatnashlarni aniqlangan. Qaraylik endi. Voy deb olamiz. Hozir birinchi reaksiyada 2 edi, ikkinchi reaksiyada 4 bo'lib qoldi. Sonda necha esa artgan? 2 esa artgan. 2 esa artib turdik hozircha. Сөйтіп, мына 4-тіміз 2-ге азайған, яғни 4-тіміз 2 болып қалған, неше есе кемейген болады? 2 есе кемейген болады. Сөйтіп, тезлігіміз сол уақытта 2 есе артқан екен. Біріміз 2 болып қалған, сонда 2 есе артқан болу керек екен. Сонда біздерде сонда деп аламыз. 2 hozir 2 x'imiz 2 y'ga bo'lsam teng 2 шығу керек. Сондай болады да. 2 x'imiz teng 2 y көбейтілген 2 болады. Мынанған 1 бар. 2-ның бірінші дәрежесі білсем болады. Енді 2x тең болады сонда. Тикарлары бірдей болғандан кейін 2 y плюс 1 болады. Сонда бұның тикарлары тең болғандан кейін x тең y плюс 1 деп жазсам болады. Енді жауапқа қараймыз. X тең y плюс 1 болу керек. X-іміз мысалы А жауапқа қарайық 1 болу керек. Y-іміз сонда одан 1-ге аз болу керек па? Сондай бола ма? 1-ге аз болу керек. X-іміз көптеу болу керек. Y-іміз 1-ге аз болу керек содан. Сондай жауап бар ма? С жауапта тұрған екен міне. X-іміз 2-ге тең, Y-іміз содан 1-ге аз. Онда жауап береді бұл біздердің теңдігімізге. Яғни X тең Y плюс 1 деген теңдікке жауап береді. Онда С жауаптап кететкенбіз. Кейінгі есапқа қарайық. 1-дің 4-і. Тек былай қылайық. 1-дің 4-і мен кейінгі видеода түсіндіріп бере қойайын. Кейінгі видео олма сонымен реакция тездігі жауылады.